Қайырлы күн баршаңызға, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздерге өзбек халқының хамир хасып деген өте дәмді әрі тойымды тамағымен бөлісетін боламын. Бұл кәдімгі әсіпке ұқсайды, тек қамырға жасалынған. Бір жағынан мантыға да ұқсайды, өте тойымды тамақ. Ендеше тамағымыздың жасалу жолына кірісейік. Алдымен бір жұмыртқамызды жарамыз. Жылы суымыздың үстіне бір шай қасық тұз салып, араластырып, жұмыртқамыздың үстінен құямыз. Және алдын ала илекштен өткізілген ұнымызды осылай аздап-аздап отырып салып, қатты болмау керек, жаңағы жұмсақ та болмау керек. Орташа қамыр илейміз. Илеген қамырымызды шүберекпен бетін жауып қойыңыздар, болмаса менікіндей салафан қалтасына салып қойыңыздар. Себебі қамырымыз қайысып қалуы мүмкін. Ендеше салмамыз жасауға кірісейік. Тартылған етімізді саламыз, шала піскен күрішімізді саламыз, және туралған пияз, яғни жуамызды саламыз. Үстінен қара бұрыш, татымына қарай тұз саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Мен күрішті алдын ала суға шала пісіріп алдым. Сіздер де алдын ала пісіріп алыңыздар. Мұнда салмамды әзірлеп дайындап қойдым. Ендігі кезекте ұнымды салафан қалтасынан алып, осылай қамырды екіге бөлеміз. Біреуін жаңағы салафан қалтасын сап қоямын, екіншісімен қамырды жаямын. Менің көрермендерім ішінде көбісі жас келіндер, қамырды дұрыс жаюды көбісі жаңағы білмейді. Сол ханымдарға осы сіздерге кішігірім мастер-класс болсын. Қамырымызды осылай жұдырығымызбен жайып аламыз. Ұрпақты, яғни ұнды көбірек себіңіздер осы кезде. Одан кейін барып, оқтауымызды алып, қамырымыздың шеткі жағымен видеодағындай айландырып отырыңыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай жай ғана осылай әр шетінен арасына ұрпақ сала отырып жайып шығасыздар. Ортасынан баспаңыздар. Оқтаудың тек қамырдың екі шетінен, яғни оқтаудың екі шетінен ғана баса отыра, жай айландыра отыра жайып аламыз. Бізге қамырды жайған кезде қамырымыз жұқа болуы керек, қалың болмау керек. Егер қалың болса сіздердің қамырларыңыз, онда сіздің жаңағы қамырыңыз қатты піспей қалуы мүмкін. Сондықтан жұқа қылыңыздар. Және видеодағындай етіп кесеміз. Дәл жаңағы, егер дұрыс түзу кесуді білмейтін болсаңыз, дәл менікіндей видеодағындай бір қамырды кесіп алып, сол қамырмен барлығын өлшей отыра түзу кесіңіздер. Түзу кессеңіздер, сіздер қазір 4 бұрышты етіп кескен кезде сіздердің қамырларыңыз барлығы бірдей болады. Ұзыншалап кескен қамырымызды осылай жаңағы алақанымызды жайып, тағы да жаңағы бірдей болу үшін өлшеп кесіп шығамыз. Мен сіздерге қазір 4 қамырды кесіп көрсететін болам, қалай тию керек екенін. Салмамызды осылай шетіне саламыз. Бір шетіне қамырымыздың және қамырларымыздың екі ұшын біріктіреміз да ораймыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай тию әдісі. Достар, осы кезде мантаваркаларыңыздың суын қойып қойыңыздар. Бізде су қайнау керек. Және достар, мантаваркаларыңыздың суы қайнаған соң осындай листына майлайсыздар және хамир хасиптерімізді осылай рет-ретімен айналдыра қойып шығасыздар. Міндетті түрде бетіне сұйық май жағып шығыңыздар, сонда беті қатты болмайды, жұмсақ майлы болып тұрады. Және мантаваркаларыңыздың қақпағын жапқан кезде, егер сіздерде тесік болатын болса, қақпақтарында оны да шүберекпен жауып қойыңыздар. Бізде буға пісу керек. Мен осындай арнайы тұсқа жасаймын. Бұл тапама май құйып, осылай пиязымызды, яғни жуамызды салып аздап қуырып аламыз. Үстінен
сәбіз, болгар бұрышын саламыз. Қалауларыңызша томат қоссаңыздар болады. Мен томат қоспаймын. Осы үшеуін араластырамын және тұз саламын. Сәл қуырылған соң үстіне ыстық 2 стақан су құямын. Мен суды көбірек құямын, себебі мантаварканың орнына мен жаңағы қамырларымды осы тапаның үстіне қоямын. Менде осындай арнайы ыдыс бар. Сол ыдысымен жасаймын. Сіздер егер мантаваркаға жасасаңыздар, онда сіздер жаңағы подлифін бөлек тапаға жасап аласыздар, жарай ма? Осылай 45 минутта менде пісіп шықты, подлифін да және үстіндегі қамыр әсіпім де. Көріп тұрғандарыңыздай осылай 45 минутта өте керемет болып шықты. Енді тәрелкелерімізде осылай айнала қойып шығамыз. Ортасын видеода көріп тұрғандарыңыздай ашық етеміз және кесеге жаңағы подлифімізді, яғни тұздағымызды салып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай керемет тамақ болады. Бұл тамақты мандыға ұқсатамын. Дәмі бір жағынан әсіпке келеді. Сонда ерекше тағам жасап көріңіздер, достар. Егер менің арнам ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, міндетті түрде каналыма, арнама тіркеле өтіңіз, достар. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Меруерт Оңғарбай. Келесі кездескенше сау болыңыздар.